Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай үй жағдайында өте дәмді болып шығатын қазан кебап дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картошка, ет, пияз және капуста керек болады. Менде жылқының еті болды, кез келген етті қолдансаңыздар болады. Алдын ала қоспаларымыздың барлығын жуып, тазалап, турап алатын боламыз. Міне турап алған картошкамызды қызып тұрған майымызға салып, қып-қызыл етіп, екі шетін аудара отырып, қозғай отырып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Осылай барлық картошкаларымызды қызартып қуырып аламыз. Енді картошкамызды қуырып алғаннан кейін қалған майымызды ыдысымызға құйып алып, азырақ майымызды алып қаламыз. Енді жаңағы туралған етімізді майымызға салып, жақсылап етімізді қуырып, оны демдеп қоямыз. Яғни менде ет жылқының еті болғаннан кейін, ол ұзақ уақыт пісетін болғаннан кейін осылай жақсылап қуырып, қақпағын жауып, астын жай отқа демдеп қоятын боламыз. Міне біздің етіміз осылай сап-сары болып қуырылып шықты. Енді оның бетіне жаңағы туралған пиязымыздың барлығын бетіне сеуіп шығамыз. Және оның үстіне майға қуырылған картошкаларымызды дәл осылай барлық жеріне теп-тегіс етіп жайып қойып шығамыз. Картошкаларымызды осылай қойып болғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды салып, және оның бетіне осылай капустамен жауып шығатын боламыз. Егер сіздер капуста қоспай жасасаңыздар да болады. Мен енді капуста қосып жасадым. Себебі капустаның суы шығып, дәмі картошкеге сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міне осылай капустамызбен барлық жерін жауып, қақпағын жауып, жай отта 30 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне сонымен уақытымыз келді. Біздің қазан кебабымыз дайын болды. Өте керемет болып пісіп шығады. Иісі деген өте керемет. Жан-жақтың барлығын иісі алып жатыр. Енді осылай картошкамызды салмас бұрын ыдысымыздың астына капустамызды осылай жайып қойып аламыз да, оның бетіне картошкаларымызды осылай қойып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің картошкамыз өте сап-сары болып, жұмсақ, езілмеген, өте дәмді болып шығады. Енді бұның бетіне қалауларыңызша пияз немесе көкпияз сепсеңіздер де болады.
Қазір сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шықты деген ойдамын. Көрінісі өте керемет. Сіздерге де кеңес беремін. Үй жағдайында осылай дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер.